Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі 4-ші сынып 122-ші сабақ. Осы сабақта кездесетін жаңа тақырыппен танысайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы істеу. Балалар каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Олай болса, жаңа тақырыпты бастаймыз. 7-ші жаттығу мәтінді оқы. Наралтай мен Нәр ойнап отырып бір-бірінің болашаққа кім болатынын сұрайды. Наралтай: мен ғарышкер боламын, айға ұшамын дейді. Нәр: мен де ғарышкер боламын, сен бүгін айға ұшсаң, мен ертең күнге ұшамын дейді. Сонда Наралтай күліп: күннің беті жанып жатқан от қой, оған қонсаң, жанып кетпейсің бе дейді. Сонда Нәр: мен онда күннің бетіне түнде қонамын деген екен. Мәтіннің мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, жауап бер. Ол үшін сенің ойыңша қалай ойлайсың, неліктен сөздерін пайдаланайық. Олай болса, бірінші сұрақ. Сенің ойыңша күнге ұшып баруға болады ма? Өз ойыңмен жауап беруге болады. Немесе қалай ойлайсың, күннің беті жанып жатқан от па? Және неліктен Нәр күннің бетіне түнде қонамын деп жауап берді деген секілді 3 түрлі сұрақ құрастыруға болады. Келесі тапсырма осы мәтінде кездесетін істеулердің астын сызайық. Бірінші істеу бүгін, ертең және түнде. Бұлардың барлығы қашан деген сұраққа жауап беріп, мезгіл істеуінің орнында қолданылып тұр. Есіңде сақта, қашан сұрағына жауап беретін істеулерді мезгіл істеулері деп атайды. Мысалы, күндіз оқиды, жаздай демалады деген сөздерде кездеседі екен. Келесі 8-ші жаттығу мақалды оқып жатқа жаз. Ерте шықсаң алдыңнан күн шығады, кеш шықсаң алдыңнан түн шығады. Мезгіл істеулерді тауып астынсыз олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Бұл жерде мезгіл істеу қашан, ерте, қашан, кеш. Байланысып тұрған сөздері қашан шықсаң, ерте шықсаң, яғни шықсаң деген етістікпен бірге байланысып тұр. Және кеш шықсаң, қашан шықсаң, кеш шықсаң деген сөздермен байланысып тұр екен. 9-ші жаттығу сөздердің сыңарын тауып, әрқайсысымен сөйлем құрап жаз. Бұрын, қазір, бүгін, ертең, таң сәріде, кешке, қысты күні, жазды күні. Енді осы сөздерді пайдаланып сөйлем құрастырамыз. Мен бұрын бұл сабаққа қызықпадым. Ал қазір ертегі кітабын көп оқимын. Әйгерім бүгін ауылдан келді, ертең сабаққа барады. Таң сәріде ауа райы салқын болады. Кешке үйге қонақтар келеді, қысты күні малшылар қыстауға көшеді. Жазды күні шомылуға көлге барамыз. 10-ші жаттығу жасалған сөйлемді таңбаға сәйкес әріптердің көмегімен тауып, оқы және жаз. Мына жердегі жазбадағы таңбаларға назар аударып отырып, қандай сөз жасалғанын табайық. Яғни бұл жерде бүгінгі күн, ертеңгі тарих деген сөз жасырылған екен. Және соңғы 11-ші жаттығу кестені тиісті сөздермен ауызша толтыр және оларды өзара салыстыр. Зат есім, кітап, адам, кез келген сөзді қоя беруге болады. Сын есім, жұқа, сары, етістік, оқыды, ойнады, істеу, жаздай, немесе бүгін деген сөздерді қолдануға болады. Сөз таптарының ұқсастығы мен өзгешелігінің мағынасына, сұрақтарына қай сөзбен байланыстығына қарай анықта. Сонда өзің тұжырым жасай алатын боласың. Яғни бұл жердегі қай сөз табынан екенін табу үшін біз оған сұрақ қою арқылы анықтай аламыз. Мысалы, сын есім табу үшін жұқа, сары, қандай деген сұраққа жауап береді. Істеу табу үшін жаздай, бүгін, қашан деген сұраққа жауап береді. Ал етістік ол іс-қимылды білдіріп, не істеді, оқыды, не істеді, ойнады деген сұрақтарға жауап беру арқылы олардың бір-бірінен ажырата аламыз. Олай болса, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.